сәлем тағдырлар арнасының тыңдармандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алғашында дыбысын естісем, жаным ұстап ашудан жарылардай болатын әйелдердің даусы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдырып, нәпсімді арам ақылым тежей алмай, өзімді солардың орнында сезінгім келе бастады. Алладан бізден сорлы бейбақтар деп атап жүрген әйелдердің тізіміне өзімнің қалай кіріп кеткенімді түсіне алмай қалдым. Қайынағама көрсем, делебем қозып, құмар қысып, ақылынан айырылған адамдай өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай беймәлім күйге еніп, тұла бойым балқып, шекемнен терім сорғалап кете беретін күнге жеттім. Ағаң секілді кішкене мақтау сөз айтсаң болмайды ма? Ағаң секілді деп нағыз жанашыр ер азаматымды ессіз ер емес, өз ағасынан салыстырып, күндіз-түні миын жеп, өзімнің ақымақтығымды түсіне алмай жүрген күндерім есіме түссе, өз-өзімді қамшымен осып жібергім келеді. Барды бағаламай, ескі кеткен ессіздерге еліктеймін деп, өз ақыл-есімнен қайда кеткенін ұғына алмай қалдым. Шайтанның арбауы ма, әлде өзімнің көрсе қыздар нәпсімнің жеңістігі ме? Әйтеуір жолдасым жоқ болса, бөлмеме тығылып, мен ендігі кезекте ол жоқ болса, етек-жеңімді қысқартып, қайын-ағамның көзіне түсу үшін әбігерге түсетін болдым. Кейде тіпті оның үйге келмегенін қалаған кезімде болды. Шындығының сандырақ келеді деп, жолдасым біреудің жүгін артып, 2 күнге басқа қалаға сапарға кетті. Сол кезде ессіз адамдай қуандым-ау шіркін. Оның келмесін біліп, нәпсімнен бір жола жеңіліс тауып, арам, ақылым бәрі бір демде жоқ болды. Есіл дертім әлгі бақытта шаққа бөлінген әйелдердің орнында бір сәт болып қайнағамның құшағында болу еді. Еш уақытта мені жалғыз қалдырмау үшін өзге қалаға іс сапармен бармайтын жолдасымды, менің пейілімді байқап, шайтан алып кетті. Білмеймін, әйтеуір арам ниетімді жүзеге асыруға барынша тырыстым.